Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, Шымкент қаласы, мынау Рысқұлов көшесі мен мынау көшенің атын ұмытып тұрмын. Бәйтерекова көшесі ау деймін, ұмытып тұрмын атын. Мынау Каспий банкке келдім, жалпы қысқасы. Есімім Нақып Бақытжан. Бүгін 17 маусым. Каспий банктың бөлімшесіне келдім. Бұл жерден қазір мен біздің ақпараттарымызды қанша жылда сақталатынын сұрап көретін болам. Мамандармен сөйлесу керек, анықтама алу керек. Каспий банктан. Сұрамайсыз ба Каспийге? Жоқ. Каспий банкке келдім, қазір анықтамаларынан сұрайыншы. Саламатсыз ба? Есім Нақып Бақытжан, аудио-бейне жүргізіп жатыр. Ескерте, маған үлкен мамандар керек. Мамандар керек маған. Видео түсіруге болады. Күзетін шақырыңызшы. Мамандар бар ма? Маман шақырыңызшы. Үлкен мамандар керек маған. Немен талонмен өтем ба, немен өтем? Әперсеңізші маған. Өтерсеңізші. Қайсысы ол? Екінші столға өтеріңіз. Екінші стол. Саламатсыз ба? Екінші столдасыз ба? Мамандар керек маған. Қатты қыстап тұрсаңыз барып көріңіз. Қандай сұрақ сізде? Менде мынау алиментке ақша төлегем 2020-21-22 жылдардың историясының алимент деген нені тет бере алма, тет бере алмаймын, сол туралы сұрау керек. Себебі менен 7 жылдық историяның несін сұрап отыр, чектерді сұрап отыр. Қанша рет жібердіңіз ақша? Сіз өзіңіз таныстырыңызшы. Есім Нақып Бақытжан. Аудио-бейне жоқ, түсіремін қазір. Мен себебі фиксация жасап, мен сотқа айтпасам, ол ертең маған банкке бардың ба, бармадың ба, анау-мынау деп сұрайды да, меніңше. Жеке шығуға болмайды. Мен сізге көрсетіп берем бәрін, мына жақта. Жоқ, ертең кімнен сұрадың деп айтады ғой? Жоқ, мен сізге таныстырамын. Саламатсыз ба, өзіңіз таныстырасыз ба? Менеджер ертай болса, қазір начальник орнына емін. Маған үлкен білетін маман шақырыңызшы, сразу мен қазір. 7 жылдан бері миым ашып келіп жатыр. Соны сұрауым керек, историясын алуым керек. Алименттің несін 7 жылдық тарихын сұрап жатыр ғой. Менде соның 3 жылдық чегі жоқ. Алимент деген чектер керек дейді маған. 3 жылдың маған. Соның мен бас мамандардан сұрайын қазір. Мен бірінші анықтайын. Ол нәрсе мүмкін ба, мүмкін емес па? Мүмкін соңғы 3 жылдықты ғана бере аламыз деп айтады маған. Сіз алиментті кім жіберді? Мен жібердім. Қалай жібердіңіз? Кассамен выписка алып жібердіңіз? Сіз шеше аласыз ба, бұл мәселені шеше алмайсыз ба? Сұрағыңыз қанша білек пе? Үлкен мамандар шақырыңыз, сразу специалист. Кім дедіңіз есіміңіз? Қазір начальниктің орынбасарымын. Орынбасарысыз. Мен кәдімгі қатардағы қызметкерім деп түсініп қалдым да, мен менеджер. Кешіріңіз. Есімім Нақып Бақытжан. 7 жылдық историямды сұрап жатыр қазір алимент сот орындаушысы. Мен айтып отырмын, неге олар 7 жылдан бері қайда жүрдіңіздер деп жатырмын. Неге соңғы 3 жылдықты сұрамайсыздар деп жатырмын. Сөйтсем жоқ, бізге 7 жылдықты табасын дейді. Мен айттым, жақсы, мен банкке барып сұрайын деді. Мен қайта-қайта жүгіре беретін, әбден ана соттен сот, қазір мен әділет департаментінде жаздым, сот орындаушы палаталарына да жаздым. Енді банктен сұрау саламын да. 2020 жыл, 2021-2022 жылдың алимент деген чектерін маған қалай тауып алуға болады историядан. Алиментті қалай жібергеніңіз Каспий болды? Мен есімде жоқ қой, қарындасым ау, қазір қаншама жылдар күніге ақпарат білесіз, миллион ақпарат келеді, ол адам невозможно физически оның бәрін сақтау. Миынашы. Енді хотя бы есіңізге түсірсеңізші. Мен жылдарын айтып отырмын ғой, 2020, 2021, 2022. Бөлімшесінен келіп жібердіңіз ба? Қай бөлімшеде жібергенім есімде жоқ. Маған историядан көру керек. Міне менің данныйларым мына жерде. Ағасы, мен түсіруге болады. Мен өзімнің жеке адам емес, бұл қызметте тұрған адам. Қызметте. Ағасы, маған заңгермен бірге келіңізші. Мен өтініш. Статьялар бар ғой? Болды, статьясын бәрін не қылып әкеліңіз. Заңгермен бірге келіңіз. Рұқсат бермесе болмайды. Ол рұқсат. Мен тұтынушымын ғой. Тұтынушылардың құқығы деген бар. Бірақ бәрі енді жеке адам ғой бәрі. Жеке адам емес, қызметте. Менің данныйымды көріңізші мына жерде. Удостоверением қайда? Жеке куәлігім қайда мына жерде? Жеке меншікте бәрі бар. Удостоверениеңіз беріңіз. Аға, сіз қай күзет агенттігінесіз?
сіздің үлкен бастықтарыңыз бар ма? Шақырыңызшы. Мына мен жеке данныйларды беріңіз. Жеке куәлігімді алыңызшы, жеке куәлік. Мына жеке анаға шығармажаңыздар болды да, оны жеке шығару чектеріңіз қой, чектеріңіз, бұл бұрынғы 2018 бұлар таптым. Маған 2020, 2021, 2022, сол 3 жылдық екен. цифровой дашырыңыз, удостоверениеңіз оригинал болмасын. Қазір. Бүгін 17 маусым 2024 жыл. Есім Нақып Бақытжан, Шымкент қаласы Рысқұловтың бойындағы Мадленнің қасындағы Каспийдің бөлімшесіне келіп, 3 жылдық алимент төлеген тарихымды іздетіп жатырмын қазір. 3 жылдық тарихымды. Қай жылдан бастап? Қайда? Жылын айтып жүріңіз, қай жылдан бастап? 2020 жыл керек, басынан қаңтардан. 2020, 2021, 2022. 3 жыл керек қой. 2020, 2021, 2022-ның осы 3 жыл толық керек қой. Мен ана шатасып қалмайын деп неғып жатырмын да, қазір дұрыс емес айтып қоюым да мүмкін да, даталарын. Себебі мен мыяқта қателесіп төлеген айларым көп екен да басқаша. Мен өзім Каспий банкке ризамын. Себебі Қазақстандағы жүйелі түрде жұмыс жасап жатқан Каспий банк номер 1 банк болып есептелінеді қазір. Каспий Gold болсын, Каспий Pay болсын, бүкіл ақпараттың барлығын Каспийдің мобильный неден шығарып беріп отырады. Мен өзім Каспий банкке ризамын өзім. Дұрыс қоя қарындас. Каспий магазин бар, қанша заттарды рассрочкаға да алып жатырмыз. Мен өзім Каспий банкта ешқандай қарсылығым жоқ. Мен ризамын бұл банкта. Қазақшасы да керемет бұл банктың. Бұл тек қана өзімнің жаңағыдай ертең банкке бардым, іздедім деген нәрселердің бәрін өзіме жинап жатырмын қазір ақпараттардың барлығы. Себебі қазір өте күнделікті ақпарат көп, ұмытып қаласың көп нәрсені. Ал бірақ сот орындаушылар 7 жылдық историяңды сұрайды. Чегін сұрайды оның барлығын. Қаяқтан сақтайсың оның бәрін? Жоқ, менде прямой эфир ғой постоянно. Болмайды ғой, бұларды кетіп қалса тағы болмайды ғой. Аға, бұл қызға ешқандай зиян жоқ. Кәдімгі қызметін жасап жатыр, керемет. Жоқ, бұл анандай бір масқара жағдай емес қой, бұл жақсы, әдемі. Мен басқара жағдайларды түсіріп жатырмын бар, тікелей эфирге. Түсіруге болмайды. Кеше Яндекстің водительдерімен түсірдім. Олар масқара жағдай, кәдімгідей балағаттап не алғанда. Олар мен үстіме жазамын деп отыр, жазыңдар деп отыр, сол қазамыз. Себебі мәдениетті көтеру керек, мәдениет деген нәрсені көтеру керек. Қалай болса солай сөйлейді. Каспий банкке өзім пікірімді айтып жатырмын қазір. Керемет бағаны, қазақ тілі керемет бұл жерде. Мен өзім ризамын. Қаншама рассрочка беріп жатыр, қаншама мобильный приложениемен қаншама қолданып жатыр. Мысалы, Каспийге бұл номер 1 банк, керемет банк. Жоқ, ешқандай бұл қызға ешқандай несі жоқ. Мынаны түсіндім, бірақ бұның бәрін білем көп. Қай жерде түсіруге болады, болмайды. Дұрыс қой, бірақ мен айтып жатқаным, мен өзіме қазір тікелей эфирге фиксация жасамасам болмайды. Бұл себебі қазір 21 ғасыр дамып кеткенде мұны қағаз, мұны СССР-дан 1990 жылға кеп атқан, 90 жылдан бері кеп атқан. Басы бар, аяғы жоқ та бұның. Мұнан түбіне шейін қоласаңызшы, қай жеріне кім жауап беретінін біле алмай қаласыз. Бұл ешқандай проблема жоқ, уайымдамаңыз. Сізге қызметіңізге ешқандай не болмайды, қауіпсіздікке ешқандай не болмайды. Қазір мен қызметімді аламын, болды, шығып кетемін. Мына керемет күзетшілерді бәрі сыпайы, әдемі түсіндіріп айтады. Өздерінің нелерінде төсінде жазылып тұр бәрі, күзетшілерінде де бәрінде. Келіп түсіндіріп айтады, жылы-жылы сөйлейді адаммен, қарым-қатынас. Осындай қызмет болу керек барлық жерде.
Алла. Жақсы, құрметті көрермендер, мен қазір көшіре тұрайын. Кейін тағы да алған кезде, ақпаратты алған кезде алдым деп түсіріп алатын боламын.